себебі мен осы глобусты тауып алдым. Тауып алдым дегенде ол бізде бұрыннан бар үйде. Бұл глобусқа минимум бір 12 жылдай бар шығар. Міне Қазақстан. Так, мынау бізде үнді мұхиты. Так, Мадагаскар. Так, Южноафриканская республика. Намибия, Ботсвана. Так, мына жерде Зимбабве. Мына жерде Замбия. Мынау бізде Ангола. А мынау бізде Танзания. Так, мына жерде бізде Атлант мұхиты. Египет. Кім Египетте демалды? Айтыңыздар. Так, мынау Ливия, Чад, Судан, Эфиопия, Сомали, Алжир, Атлантический океан. Мынау Бразилия. Мен осы Бразилияға қатты барғым келеді. Тағы Японияға қатты барғым келеді. Себебі мен аниме қатты жақсы көремін. Мен өзім анимені бір 10 жылдай бұрын бастаған шығармын. Ол кезде ең популярный Наруто, One Piece дейтіндер бар ғой. Солардан бастағанмын. Әлі де One Piece көріп келе жатырмын. Так. Тағы да бүгін мен қызық мәліметтер оқимын. Канадағы 3 миллионнан астам көлдер. Соның 9%-ын көлдер алып жатыр. Сондай-ақ жер бетіндегі көлдердің 90%-ы осы елдің аумағында орын алуда. Так, Нигерия жалпылама алғанда әлемдегі ең жас мемлекет. Яғни халқының жартысы 49% балиғат жаста. Так, балиғат дегенді қалай түсінеміз? Балиғат дегенді жас деп түсінеміз ба? Так, бізде тағы Либия деген ел бар. Оны мына жерде көрген едім. Просто мынау глобуста ары-бері айналдыра берген тоже опасно екенді. Айттым ғой өзі. Жасы үлкен глобус. Так, Либия деген елді көріп тұрсыңдар ма? Мен негізі географиядан почти 3-ке шыққым. Бірақ мен физика-математический мектепте оқығанмын да. Так, шөл елі Либия. Елдің 99%-ы шөл алып жатқан әлемдегі ең құрғақ жерлердің бірі. Елдің кейбір бөліктеріне 10 жылдан бері жауын түспеген. Так, жер бетіндегі ормандардың 25%-ы ол Ресейде. Ресей ана жерде. Осы ормандармен Ресейді дүниенің ең үлкен оттегі өндіруші ел деуге болады. Ағашқа кедей ел ол Гаити. Осы жерлерде Африка жақтарда. Орманды алқаптар орынсыз кескінге ұшырағаны соншалық ғарыштан түсірілген суреттерге қарағанда Доминикан елмен шекарасын оңай ажыратуға болады. Так, жаһандық ысыну нәтижесінде су деңгейінің көтерілуінен ең көп қорқатын ол Мальдив республикасы. Теңіз деңгейінен тек 1,8 метр биіктікте орналасқан Мальдив халқы жер бетіндегі ең төмен деңгейде қоныс тепкен ел болып саналады. Кім Мальдивға барғысы келеді?
Жо-да ең үлкен мемлекет ақш туралы қызық мәліметтер болмады ғой. ақш-та мектептен орындық